Сәлем достар, бүгін сіздерге айран қосылған пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 1 кесе қант, 1 кесе айран, ертілген сары май, 1 қасық сода және електен өткізген 2 кесе ұн қажет болады. Ең бірінші табағымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған қант қосамыз. Миксердің көмегімен жұмыртқамыз бен қантымызды араластырамыз. Массамыз аппақ болғанша, қант әбден ерігенше миксерлейміз. Массамыз осылай аппақ болады. Содан кейін айранды қосамыз. Айраннан кейін сары майымызды қосамыз. Содамызды қосып, бір миксерлеп жібереміз. Бәрін араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызды 2-ге бөліп қосамыз. Массамызды 23 диаметрлі, менде мынандай форма кольцо, соған құямыз. Сіздерде басқа формаларыңызға құя берсеңіздер болады. Болған массамызды 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Осындай дәмді пирогымыз дайын болды.